Бәріңізге сәлем. Бүгін біз Ресей қашан және қалай ыдырайды деген сұрақты талқылап көрейік. Бүкіл әлем Владимир Путиннің билігіндегі Ресейді посткеңестік шекараларды өзгертіп, империяны қайта жаңғыртуды қалайтын экспансиялық держава ретінде көреді. Оған Қырымды аннексиялау мен Украинамен арадағы соғыстың өршуі де себеп болды. Экономикалық санкциялар, мұнайдың арзандауы, демографиялық дағдарыс, орыс дипломаттарының батыс елдерінен қуылуы сияқты жағдайларды ескеріп, кейбір сарапшылар Ресей Федерациясының ыдырайтын күні жақын деп болжайды. Терістіктегі күрішіміз ұсақ-ұсақ бірнеше мемлекетке бөлініп кетсе, не болады? Талқылап көрейік. Жақында Калининград қаласындағы форумда Владимир Путин: елдің тарихын өзгерту мүмкін болса, КСР-ның ыдырауын болдырмайтын едім, деген еді. Осылайша Путин Совет одағының жойылғанына қынжылатынын мойындаған. Алайда бүгінгі геосаяси ахуал Ресей КСР тағдырын қайталауы мүмкін деген ойды бекіте түседі. КСР мұнай бағасының төмендеуі, күштеп ұжымдастыру, тауар тапшылығы, тиімсіз экономикалық жүйе, халықаралық байланыстардың үзілуі және тағы басқа себептерден құлады. Ал Ресейдің ыдырау салдары кезінде Совет одағы ыдырағаннан әлдеқайда қауіптірек болады, дейді кей мамандар. Саясаттанушы Әзімбай Ғалидің айтуынша, КСР синдромы қайталанғалы тұр. Батыс зерттеушілері Ресей ғұмырына 5-10 жыл ғана уақыт қалды деп болжайды. Бірақ елдің нақты ыдырау уақытын айту өте қиын. Анығы, қазіргі Ресейдің жағдайы соншалықты нашар, бізге шабуыл жасай алмайды, дейді ол. Ресейдің ыдырауына байланысты тағы бір үш фактор айта кетейік. Оның біріншісі, Ресей экономикасы қатарынан 10 жыл экономикалық стагнация жағдайында. Соңғы 4 жылда Ресейде тұрмыс деңгейі өте қатты төмендеді. Екінші, Ресейдің экономикалық тауқыметтері саяси қарсылық акцияларын тудырды. Қарсылық әрекеттердің шыңы пенсиялық жасты ұлғайтуға байланысты болды. Үшінші, ендігі кезекте Ресей Якутия, Тува, Шешенстан, Ингушетия, Алания, Татарстан, Башқұртстан және тағы басқа бірқатар отарларынан айырылады. Сол сияқты Қырымды Украинаға қайтаруға мәжбүр болады. Ресейдің ыдырамауын оны бір уақыт көрсетеді. Оны тек қана күту керек. Сіздермен бірге болған Керек болар арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.